Осыған жалпы өзіңізге. Құрметті қоғамдық қатысушылар, Қазақстан Республикасы жер кодексінің 140 бабының 3 тармағына сәйкес жер пайдаланушылар бөлінген жерлерді қайта жаңартуға, құнарларын қалпына келтіруге және басқа қасиеттерін қалпына келтіруге міндетті. Біздер осы жобаның әзірлеушісіміз. Бұл осы қоғамдық тыңдау өткізілетін алдында 20 жұмыс күні бұрын экологиялық порталға және табиғи ресурстар басқармасының порталына берілді. Сондай-ақ газеттерге, сосын сіздердің ауылдарыңызға дым көтеру акиматанасына хабарлама ілінді. Енді айта кететін болсам, жоба бойынша 2 гектар жер бар, CPC Ақтөбе-Мұнайгазының медициналық эстакадасына баратқан жолда, соны автокөлік жолын салуға деген инертті материалдар түсірді ғой, шебен, ПВС, тағы басқа материалдар. Сол жерде енді қалпына келтірейін деп жатыр, осы жерде. Соған осы жоба бойынша осындай жұмыстар жүргізілген. Бірінші участке таратып алынып, бүкіл қоқыстар, инертті материалдардың қалдықтары барлығы шығарылып, тиеліп, полигонға апарылады. Содан кейін топырақтың құнарлы қабатын бұрын сыпыртса ғой, жұмыстар басқарылған. Солар қайтадан орнына төселіп, ол дейтін тракторлармен өңделіп, сол жерлерге житняк, көкөзек өсімдіктер тұқымдар егіледі, сосын суарылады. Содан кейін 2 жыл бойы күтім жұмыстары жүрген. Ол күтім жұмыстарының ішінде қыс мезгілдерінде қар тоқтату жұмыстары, сосын көктем мезгілдерінде тұқымды қайтадан толықтыру, сондай жұмыстар жүргізіліп, 3-ші жылы бұрынғы қалай болды, сол қалпына келтіріліп тасталды. Енді бұл жобаны жүзеге асыруға 11,940,000 теңге қарастырылған смета бойынша. Бұны CPC Ақтөбе-Мұнайгазының өзі ақша бөліп істетейін деп отыр. Қайта қалпына келтіру барысында атмосфералық ауаға ластауыш заттар бөлінуші 5 ластауыш заттар көздері анықталған. Олар жаңағы тракторлар, КАМАЗдар, техникалар, тұқым себіс машиналары және жылына 0,04 тонна жылына ластауыш заттар бөлінеді. Жұмыс мерзімі 390-да аяқталады, басталып 390-да. 390-да аяқталады. Бірақ жұмыстар 3 жыл жүргізіледі. Суару, толықтыру жұмыстары, қар тоқтату жұмыстары. Сондай-ақ атмосфералық ауаға бөлінетін ластауыш заттар эра бағдарламасы кешенінде есептеліп, шашырау есебі санитарлық қорғау аймағы шегінде қалатындығын, елді мекендерге таралмайтындығын көрсетті. Ауыз су тұрмыстық мақсаттары 16,2 метр куб жылына, техникалық қажеттіліктері 1020 куб тонна жылына пайдаланады. Бұл жаңағы суару жұмыстары, техникалық қажеттіліктерге. Жоспарланған жұмыстар жүзеге асыру барысында 25-23 жылдары бірінші жылы 0,02 тонна жылына, екінші жылы 0,001 тонна жылына, үшінші жылы 0,030,6 тонна жылына ластауыш заттар бөлінеді. Бұлар арнайы орындарға бөлінген контейнерлерде, ыдыстарда сақталып, мамандандырылған мекемелерге тапсырылады. Яғни ол жақта қалдықтарды шашып кету ондай болмайды. Жер асты және жер суларына және жануарларға кері әсер тигізбейді. Сонымен қатар осы жобаны жүзеге асыру барысында қалдықтарды басқару жобасы, өндірістік экологиялық бақылау және іс-шаралар жоспары қарастырылған. Қалдықтарды басқару жобасы бойынша қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін төмендету мақсатында әзірленген. Бұнда кодекске сәйкес, экологиялық кодекске сәйкес, өндірістік және қоршаған ортаға қалдықтардың әсерін төмендету, басқа қалдықтардың түзілу процесін жою, залалсыздандыру жүйелеу қарастырылған. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы бойынша топырақтың ластануына зерттеулер жүргізіліп отыр 90 сайын. Мониторинг жүргізіледі, сосын өндірістік экологиялық бақылауды мамандандырылған мекемелер жүргізеді, лабораториялар бар. Сондай-ақ іс-шаралар жоспарын жүргізу қарастырылған. Бұл экология департаментінің міндетті түрде келісіледі. Бұнда ПМ-130Б суару машинасымен суарып отыру, шаң басу жұмыстары, суды тиімді пайдалану жұмыстарын бақылау жүргізу, өндірістік және тұтыну қалдықтарын тіркеу, жинау және уақытылы тексеру, өндірістік бақылау жүргізу қарастырылған. Бұл шараларға кәсіпорынның 500,000 теңге қарастырылған.
қысқаша баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен мына CNPC мына жұмыстардың бәрі CNPC Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы жүргізе ма? Бұны синий медстрой деген мекеме жүргізеді. CNPC Ақтөбемұнайгаз акционерлік қоғамы ақшаларын бөледі. Сосын синий медстрой жүргізеді. Мына жол салғаннан кетеді. CNPC Қазмұнайгаз ақша бөледі? Бұлар ақшасын бөледі. Сосын синий медстрой жүргізеді. Жалға алып отқан сол емес пе? Жоқ, жалға алып отқан CNPC Ақтөбемұнайгаз. Мына Ақтөбе, ана Қызылорда, ана эстакадаға баратқанда повороттағы. Ол Нені көрсетіп кімнің балансында? бұл CNPC Ақтөбемұнайгаз балансында. CNPC Қазмұнайгаз Ақтөбе балансында. Ол үкіметтен доверительный управление арендаға алып отырмысың? Негізі бұрын ғана синий медстройға беруге керек еді ол. Онымен бірақ почему-то CNPC-ға берді. Сол CNPC-ден синий медстрой жалға алып отқан жоқ қой? Жалға алып отыр солар. Олар өздерінің арасында. Сол себепті синий медстрой жүргізеді. Бірақ жер CNPC Ақтөбемұнайгаз. Анау участок. Осы участок па, ана жер. Мен мынаны мысалы енді сіздер ертеңде мына бәрін неше мың барып қарап шебін мынадай болып оның бәрін қырып, ол қазір қаншама шебін түсті ананың бәрін мынадай болып жетті. Оның бәрін қырып аламын. Қырып алып қай қап келеді? себебі жаңағы полигонға тапсырады. Или Ақтөбе қаласына, или жақын қай жерде жақын орналасқан полигонға алып барады. Содан кейін ол жерге чернозем төсеп, обязательно уже сеялкамен тұқымдарын себеді. Черноземді ана бетіндегі водородный слойына келіп жабады ғой. Оны қайта жабады. Жетпейді ғой. Қасында мына жақта карьердің водородный слойы бар. Оған жеріне сол жерден алып келеді. Соны төсейді де сол жерге шөптесіп өсімдік береді. Сосын егін болса жітек деген мынада. Жітек тұқымын себеді. Тек қана жітек тұқымын себеді. Тек қана жітек тұқымын себеді. Себебі деген мен айтайын ол жаңағы жітектің қарабелейді арнасы. Қашан бастайсыздар? Осы 390-да бастайды. 390-да бастайды. Себебі деген биыл жітекті биыл егесі ғой, биыл шықпайды ол білесің. Ол келесі жыл шығады. Бізге биыл қызға результат керек. Сондықтан қарабелей бір жағынан ылғалды өседі. Қарабелеймен жітекті араластырып егу керек. Биыл қызға қарабелей шығады. Халықта көріп сіздердің жұмыстарыңызды жаңағы жұмысты деймін. Қарабелей шықты. Келесі жылы қарабелеймен жітек аралас. Сондай бір ұсыныстарды қабылдасаңыздар, жоба 3 жылға қарастырылған. Бірінші жыл егеміз, келесі жыл толықтыру жүргіземіз, үшінші жыл толықтыру жүргіземіз. Сосын суару жұмыстары обязательно қарастырылады. Соны айтыңыздар, жітекті қарабелей араласып еге аласыздар? Еге аламыз. Себебі биылғы жылы еккенде результат көрінсін деген. Норма бойынша сол жітек деген. Все, болды, басқа сұрау. Бүкіл сұрақ сөзін қойып шығарыңыз. Жоқ, мен демей десек те, мен де мысалы қызық тұрады, ауылдық жер, мал жайлар, ана қаншама вагон шебен түсті. Бұл жерде сықтыдан мынадай болып кетті қазір. Полигон деген жылдан алып шығар. Ертең жинаған қана жердің бәрінде полностью жердің бәрін алу керек. Шебен алып қоймасын. Бәрін істеп қарап алады. Кім қабылдайды? Бұны земельный қабылдайды, облыстың земельный. Сосын промбез қабылдайды, ЦЕС қабылдайды, экология қабылдайды. Көптеген мекеме қабылдайды. Комиссия жақсы рахмет. Мынаны алуға болады ма? Протокол сосын сыйға қол шығарып